Қайырлы таң, біз Поти қаласындамыз, Грузия. Мен есімім Дәулет, бұл еркін қазақ саяхат туралы қазақша блог. Біздің Түркияға саяхатымыздың 5-ші күні. Көлікті көшеде қалдырып кеткен болатынмын. Қазір соны қарауға бара жатырмын. Кеше біз қонған ағай бізді қорқытып жіберді. Жаңағы көліктің дөңгелегін шешіп кетуі мүмкін. Сосын менде төбеде не тұрды? Дөңгелек төбеде де тұр. Сонда шешіп кетуі мүмкін дейді. Қазір көреміз. Так, көлік тұр. Дөңгелек тұрған сияқты. Так, мінекей біздің тұлпарымыз. Барлығы орында сияқты. Қараңдаршы, мұнда күз әлі келмеген. Келген. Сары жапырақ бар екен. Бәрі жасыл. Так, дөңгелек сау. Сау. Так, бәрі орында сияқты. Так. Бәрі орнында. Түркияның шекарасына дейін 91 километр қалды. Бұнда біз Потиде тоқтаған себебіміз мынау қысқы дөңгелекті маған қалдыру керек. Өйткені Түркияда оны алып қояды. Так, Дима ағамыздың артынан бара жатырмыз. Қазір бір танысының үйінде дөңгелектерді тастап кетеміз. Уже обед уақыты болды, біз 7-де оянғанбыз. Әлі жүрміз ғой, ағамыз сәл әңгімен жібереді екен. Так, біз дөңгелектерді тастап кеттік. Адресті білмеймін енді. Әйтеуір бір досының үйінде. Так, біз қазір Аджария Хачапурияның үйіндеміз. Өткен жолы келген кезде мұнда кіре алмай кеткенбіз. Енді міне кіріп шықтық. Мінекей сол Аджар Хачапурия. Мынау мүлде басқа екен, қатты болып піскен. Что-то өзгеше. Біз Грузияның ақшасын ауыстырған жоқпыз. Картамен төлеп жүрміз бер жақта. Смело, бірақ бір қызығы әр кезде курс әртүрлі болады. Мысалы бір жерде төлесен 175 болады, бір жерде төлесен 179 болып шығады. Әртүрлі. Так, біз жаңа түрік лирасын сатып алдық. Қызық, долларды тура лираға ауыстырмайды. Алдымен лари сатып аласың, кейін лариді лираға ауыстырасың. Бізге $100 2745 лира шықты. Бұл ақша қазір түрік шекарасында көлікке сақтандыруды алу үшін керек болады. Так, Грузиядағы соңғы газ құю. Түркияда қымбаттайды, 2 есе қымбаттайды ойлаймын. А вы не знаете, в Турции почем газ? Ну, чуть подороже. 2 раза или? Не 2 раза, ну где-то 30-40 копеек. Ага. Мадлова. Мұнда міне страховка істеуге келдік. Келдік дегенде өздері ұстап алды. Мынау жігіттер ғой ұстап алатын. Страховкасыз кіргізбейді дейді ар жаққа. Бағасы
21.000 теңгедей шықты. Түріктің границасы тез өтіп жатыр дейді. Жаңағы пассажирлар былай жаяу өтеді ар жақтан. Так, мен міне кезекте тұрмын. Карина ар жаққа кетті. Күлем, біреуіміз өтіп қалмасақ не болады екен. Анау тұрған жасыл автои сияқты ұқсайды әйтеуір автоиге. Так, екінші жол ашылды міне. Тұрмыз. Бұл әлі жаңа Грузияның өткізу пункті. Алда Түркиянікі болады. Түрік жағына кеп қалдық. Мұндағы тексеріс қатты сияқты. Анда алдында бір машинаны түгел ақтарып жатыр ғой, мәс. Грузиядағы кеденде жаңа правамды жаман тексерді. Кәдімгідей бір лупамен ба, бір нәрсемен қарап, бір нәрсе іздеп. Мынау бір нәрсе істеп жатыр. Таныстары бар ма? Бірдеңке ар жақта без очереди кіріп кеткен, бер жақта без очереди кіріп жатыр. Что-то уже 1 сағаттан асты ғой. Шекара өте алмай жүрміз. Кезек. Білмеймін, что-то там түріктердің границасы вообще бардак. Очередь сақтамайды, там екінші, үшінші полосадан келіп қалу мүмкін. Алға өтіп кеткендер қайтып келеді. В общем, дым түсініксіз. Ал не дейін, достар? Біз Түркиядамыз. Түркияның Rize деген қаласындамыз. Жол бойындағы бір автотұраққа кеп қонайық деп жатырмыз. Өйткені басқа ештеңе таба алмадық. Мысалы, бер жағы ар жақ теңіз, ар жағы таулар. Тауға қазір түнде шығуға онша желание жоқ. Сондықтан да картамен іздеп осындай бір жер тауып алдық. Түрі міне осындай. Мінеки Адалет Баканлиги дейді. Так, әне Түркияның туы, мысық. Ешкім жоқ бізден басқа. Әрине міне жолда ушу, бірақ біз уже оған көнеміз деймау. Және де қазір ұйықтаймыз. Енді бұйырса, ертең біздің Түркиямен саяхатымыз жалғасады, басталады деп айтуға болады. Өйткені 5 күнде Түркияға жеттік. Сол 5 күнді негізі жоспарлап едік, 5 күнде жеттік. Бірақ, мысалы, егер баллондарды қалдыруға кірмесек, кеше де кіруге болушы еді. Қазір тамақ ішіп ап, жатат шығармыз. Мен дүкен іздеуге шықтым. Бер жақта түріктердің жолдары жақсы жасалған негізі. Мысалы, бұл қала арқылы өтетін жол. Және де жаңағы жолдан былай қиылы сондай аз, тура жол. Сосын арасында былай шетке шығып, развязка арқылы қаланың ішіне кіріп кететін жері болады. Мен сол жерлердің бірімен келем. Ар жақ теңіз. Ух ты. Қалай қызық. Бұлай өту керек шығар. Мен вообще тупик кетіп алдым. Жаңа негізі мына тупиктен бәрін ашып алғам ғой. Дүкенге кірсем, сөйлесем деп адамдармен. Сөйтіп қоспай, бірақ сөйлесіп алдым. Түсінуге болады. Түсінуге болады. Жай таныстық, Есмет деген
Екінші, оның әйелі Сеттар деген сол қазақша түркше аздап сөйлестік арасында ағылшыншамыз. Екі нан сатып алдым, 17 лираға шықты. Қалайсың? Жақсымын, күшті. Даже бигбон Түркияда жегенде басқаша екен. Қалай шаршадың ба жолдан? Вообще шаршадым. Жол ұзын. Көлікті айдамасам да отыруға шаршадым. Сосын кешке қарай уже шамам кетеді, как говорят, тынысым кетеді. Қуып бастаймын. Дәулетті тиісіп, Дәулетке ән айтып, ойын ойнап. Так, нормально. Енді қандай мақсат Түркияда? Түркияда. Түркиян болады. Я Серкан Балатты көру. Все такое, шучу.